Жинақбаевтар әулеті еткен мекен Қазақстанда бұл оқиға болған екен. Үйді қалай аламыз деп көп ойланып, ақыры бір шешімге келді бекем. Үлкен үйдің қадыржан отау құрды, шешу үшін баспана жайлы жырды. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне ай сайын ақшасын салып тұрды. Мұны көріп ақылжан күйеу бала бізде сөйтсек деді жары Жәмилаға, тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне барып жас отбасына депозит ашты жаңа. Үлкендер де отырмай қарап бекер бір депозиттен ашып алған екен. Мемлекет сыйлық ақысының көмегімен қаражат құрап алды, үйге жетер. Туғанда Бекошатты кенже бала ақша жинай бастады ата-ана. Пәтер алып береміз деді олар, өскенде тұрасың бөлек өзің ғана. Бека, ал сен пәтерің қай қабатта? Достары бар еді Қадыржанның бәрі кілеңін өңдеп, тиын құрап үйренбеген бұларды ақша жинап депозит ашты. Қажеттілік пайда болған соң үйге деген. Жина. Үйлі болар қайрат қылса жан кез келген кәсіпкер ме, сарбаз ба, қызметкер ме, баспаналы атанудың жолы біреу. Жинаңыз, өміріңіз сонда өзгермек. Жақсылық болсын. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі қазақстандықтар үйді осылай алады.